Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Флиппити сайтында осындай қызықты рандом әдісін көрсететін болам. Бұл әдісті үй тапсырмасын сұрау кезінде қолдансаңыздар болады. Алдымен сұрақтарымызды жазып, осылай рандомды айландырамыз. Айландырған кездегі түскен сұраққа оқушы жауап береді. Мысалы, бірінші сұрағымыз нақты сан дегеніміз не? Логикалық функция. For операторының жазылуы. 1 мен 10 аралығындағы сандарды кері ретпен шығару кодын жазу. Міне осындай сұрақтарды үй тапсырмасын пысықтау мақсатында оқушыларға пайдалансаңыздар болады. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, каналдан осындай түрлі сабақтарды көре алатын боласыздар. Қайырлы күн, ұстаздар! Бүгін осындай өте қызықты, оқушылардың қызығушылығын оятатын Флиппити сервисінде спиннерді айландыру арқылы оқушыларды топқа бөлу әдістерін көрсететін боламын. Ол үшін кез келген браузердің іздеу жолағына Флиппити деп жазатын боламыз. Жазған кезде шыққан бірінші сілтеменің үстін басамыз. Орысшаға аударып аламыз. Міне, осы кезде бізде осындай бет ашылады. Осы жерде түрлі ойынның түрлері көрсетілген. Қазір сіздерге оқушыларды топқа бөлу әдісін көрсететін боламын. Ол үшін бізде осындай рандом, яғни спиннер көрініп тұрады. Осыны таңдаймыз. Ол үшін демонстрационный инструкцияның үстін бір мәрте басамыз. Басқаннан кейін бізде жалпы осы ойынды қалай құру керектігі туралы көрсетілетін болады. Міне, осы кезде осы жердегі шыққан барлық атауларды өшіріп тастап, өзіміздің сыныбымыздың ішіндегі оқушылардың аты жөнін осы жерге түгелімен жазып шығатын боламыз. Мысалы, менде Алия, Арман, Санжар, Көркем, Ерлан, Айнұр, Нұрмұхамед, Ертуған, Бейбарыс, Рауан, Аяулым, Жансая, Еркін, Қанат, Санжар, Ербол, Аяру. Міне осылай барлық оқушылардың аты жөнін жазып шықтық. Енді создать батырмасын үстін басамыз. Міне басқан кезде бізде осындай спиннеріміз дайын болып шығады. Осы жерде үй тапсырмасын сұрауға, яғни үй тапсырмасын сұрау үшін спиннерді айландырамыз. Тоқтаған кезде қай оқушыға түседі? Мысалы, Санжар. Санжар бүгінгі үй тапсырмасын айтады. Немесе Санжарға өткен сабақты пысықтау мақсатында сұрақ қоямыз деген сияқты. Келесі ол оқушы жауап беріп болғаннан кейін бізде келесі оқушы үй тапсырмасын айтады. Ол Бейбарыс. Осылай тақтаға ашып қойып, осы спиннерді айландыру арқылы оқушылардан үй тапсырмасын сұрасаңыздар болады. Немесе оқушыларды 2 оқушыдан топқа бөлуге, 3 оқушыдан топқа бөлуге, немесе 4 оқушыдан, 5 оқушыдан топқа бөлсеңіздер болады. Немесе 2 командаға сайыс сабақ өткізу барысында осындай 2 командадан тұратын топ мүшелерін анықтауға болады. Немесе осылай 3 командаға бөлініп, 3 командада
қатысатын оқушыларды осылай командаға немесе топқа бөліп жасасаңыздар болады. Немесе осы спиннер арқылы оқушылардан үй тапсырмасын сұрасаңыздар болады. Немесе осы жерде оқушылардың аты жөнінің жазудың орнына мысалы сұрақтар жазып қойсаңыздар болады. Осы жердің барлығына жаңағы оқушылардың аты жөнін жазып шықтық қой. Сол жерге енді аты жөнін емес, мысалы сұрақтарды жазып шықсаңыздар, яғни сол сұрақтарды спиннерді айландыру арқылы түскен сұрақты оқушылар жауап беретін болады. Түрліше қылып өзгерте берсеңіздер болады. Келесі тағы да бір түрін көрсетіп кетейін. Іздеу жолағына флиппити деп жазатын боламыз. Тағы да бір әдісті қазір көрсетейін сіздерге. Орысшаға аударып аламыз. Бұл сервисте ешқандай тіркелудің қажеті жоқ, тіркелмейсіздер. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай түрлі ойындар көрсетілген. Осы жерден қалаған ойындарыңызды алып, өздеріңіз құрастыра берсеңіздер болады. Келесі мына бір түрін көрсетейін сіздерге. Бұл жерде де мысалы сұрақтар жазуға болады. Мысалы бастауыш сыныптарға, бір оқушыларға қызықты болу мақсатында сұрақтар жазып қоюға болады. Мысалы қазақ тіл пәнінен деп алайық. Сіздерге мысал ретінде зат есім деген не, сын есім деген тек қана бастауыштарға емес, барлық пәндерге арнап жасасаңыздар да болады. Етістіктің сұрақтары, сын есімнің сұрақтары, антоним деген не, синоним деген не, антонимге мысал келтір. Келесі жалқы есім дегеніміз не? Мысал жалпы есім деген не? Дауысты дыбыстарды ата. Немесе жуан дауыстыларды ата. Келесі мысалы сын есімнің сұрақтары. Келесі сұрақ сын есімге мысал келтір. Келесі етістікке мысал келтір деген. Етістікке мысал келтір. Мәтін дегеніміз не? Келесі сұрақ үнді дауысты дыбыстарды ата. Міне барлық сұрақтарымызды қойып шықтық. Енді создать батырмасын басамыз. Міне бізде осындай рандом шығады. Яғни бұл жерде оқушылардан бір оқушыны тұрғызып, яғни осы рандомды айландыру арқылы түскен сұрақтарға жауап беруге болады. Айландырамыз. Міне антоним деген не? Яғни оқушы осы сұраққа жауап береді. Келесі тағы да айландырамыз. Сын есімнің сұрақтары. Келесі айландырамыз. Сын есімге мысал келтір. Келесі айландырамыз. Жалқы есім дегеніміз не? Келесі айландырамыз. Сын есімнің сұрақтары. Бұлай біреулеп осылай айландырсаңыздар да
болады, немесе былай қаттырақ айландырсаңыздар да болады. Міне осылай өте қызықты әртүрлі ойындарды құрастырып оқушыларыңызға сабақта қолдансаңыздар болады. Оқушылардың қызығушылықтары артып, бір сабаққа қызықты әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы өтсеңіздер, оқушыларыңыздың да қызығушылығы артып, сабаққа белсене қатысатын болады. Осылай жасап, тақтадан көрсету арқылы ойнатсаңыздар, өте керемет болып шығады сабақтарыңыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз және өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сабақтарыңызға қолданыңыздар. Сау болыңыздар.